Достар, барлықтарыңызға сәлем. Қазір Абдымомын Желдібаевтың ерке сылқын күйін үйреніп бастаймыз. Бүгін біздер бірінші сабақ, және де біздер бүгін бірінші бөлімді үйренетін боламыз. Ендеше бастайық. Ең бірінші біздер домбыраны соль және ре ноталарына келтіреміз. Егер де білмейтін болсаңыздар, мен каналыма кіріп видеолар бар. Бірінші видеосы домбыра үйрену деген, сол видеодан домбыраны қалай құлағында ұстау керек, соның бәрін үйрене аласыздар. Енді бастайық. Бірінші ойнап берейін, бірінші бөлімді. Бұл бірінші бөлімі. Негізі ерке сылқымда бастаған кезде біреулер былай бастайды. Әркімнің өзінің бір бастайтын несі бар, нұсқасы бар. Менің нұсқам мынадай. Бұны көбінесе профессионалдар ойнайды. И мен сол нұсқаны дұрыс санаймын өзім. Біздер деген бірінші, жетінші пернеге бірінші саусағымызды қоямыз. Осылайынан. Одан кейін мынандай қағаз ойнаймыз. Бірінші саусағымызды, яғни бірінші саусағына жетінші пернеге қоямыз да. Бұлай ойнаймыз. Та-та-та деп. Одан кейін екінші саусақты үстіңгі шектегі сегізінші пернеге қоямыз. Екі жоғары ойнаймыз. Сонда былай болады. Та-та-та, пам-пам. Одан кейін келесі бізде тағы да солай ойнаймыз да, мына жақта баспалдақпен жауап боламыз. Яғни қағысы бірдей, тек мына нелері ауысып тұрады. Екі жоғары ойнағанда ауысып тұрады. Біз мынаны ашыққа ойнаймыз. Тағы да та-та-та, сегіз, та-та-та, жеті. Тағы да ашамыз. Енді төртінші саусақпен үстіндегі 10-шы пернеге келеміз. Мынаны жібермейміз, астында жетіп тұра береді. Екі жоғары, одан кейін қайтадан ашамыз. Жетіні қайталаймыз, одан кейін. Сегізді тойыз. Одан кейін жетіні, одан кейін қайтадан сегіз, одан кейін қайтадан жеті. Басынан бастап ойнап шығайық. Бірінші. Сегіз, одан кейін бас бармақ, одан кейін 10-шы перне, одан кейін жалғастырамыз. Келесі бөлігінде біздер былай ойнаймыз. Бірінші біздер былай болады. Бас бармақты 5-ші пернеге әкелеміз. Былай. И төмен ойнаймыз да. Бас бармақты жоқ қоямыз 5-ке. Екі жоғары ойнаймыз. Одан кейін қағыс екі төмен, екі жоғары болады. Біздер бірінші былай төмен ұрамыз. Одан кейін астында 7-ші пернені төмен ұрамыз. Бірінші получается міне. Тұрады, басымақ төменге, одан кейін жоғарымыз, төменге, сосын екі жоғары. Сонда пам-пам-пам-пам шығады. Төмен, төмен, жоғары, жоғары. Енді жаңағымен қосайық. Бірінші ашық болды. Төмен, жоғары, жоғары, одан кейін төмен, төмен, жоғары, жоғары. Содан кейін төмен, жоғары, жоғары ойнаймыз. Қайтадан. Төмен, жоғары, жоғары, төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары, жоғары. Егер де байқасаңыздар, мен төмен, жоғары ойнағанда әрдайым ұстап қалам бірінші қағыста. Сіздер де сөйтіңіздер, өйткені ол дұрыс. Жаңағыдай міне. Төмен, жоғары. Екі жоғарын тез ойнаймын. Одан кейін екі төмен, екі жоғары, төмен, жоғары. Енді бәрін қосайық. Одан кейінгі бізде мынандай қағыстар болады. Осы жерде тұра береміз, 5 пен 7-ні ұстап тұрамыз. Жаңағыдай қағыс ойнаймыз. Сосын екіншісін дәл осылай ойнаймыз, тек ең соңғы қағысты біз 3-ші пернеге жібереміз былай. Енді барлығын бір-бірімен қосайық.
Одан кейін 5-ші пернеге барамыз. Екінші саусақпен ұстаймыз және де жаңағы қағысты ойнаймыз. Ең соңында біз мына неге 3-ке кетіп қаламыз. Міне былай. Тағы көрсетейін. Осылай 2 рет ойнаймыз. Содан кейін 7-ші пернені ойнаймыз. Жаңағы қағыспен. Тек неде, мына жерінде қазір мына 5-ші пернеге кетіп қаламыз былай. Бес. Одан кейін 3-ші пернені төмен, жоғары ойнаймыз. Так, мына 5-тен бастап қайттан қайталайық. 2 рет ойнаймыз. Енді 7-тен бастаймыз. 3-ке барамыз, төмен, жоғары. Одан кейін 2-ші пернеге барамыз да 2 төмен, 2 жоғары, төмен, жоғары ойнаймыз. Былай. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Тағы да 5-ші пернеден бастап бәрін қосамыз. Келесінде біздер 2, 3, 5, 7 деп барамыз. Мына 2-ні төмен ұрамыз, одан кейін 3 мен 3-ті басып қоямыз. Және де осы саусақтармен 5-ке ұрамыз, жоғары ұрамыз, одан кейін 7-ні осылай жоғары ұрамыз. Осылай. Төмен, жоғары. Содан кейін 3-ші пернеге барамыз да төмен, жоғары ойнаймыз. 2, 3, 5, 7, 3. Осыдан кейін 7-ден ойнаймыз. Жеті, 5, 3. Тағы да 2-ден бастайық. Түсетін жерден бастайық. 2, 3, 5, 7, 3, 7, 5, 3. Сосын 2-ні ұрамыз, төмен, жоғары. Енді соңғы бөлігі қалды, бұл мынадай. 2, 5, 3, 2. 2-ні ұрамыз. Одан кейін 3-тен бастан ақтасып қаламыз да, мұн жақта 4-ші саусақпен 5 басамыз, төмен ұрамыз. 2, 5, одан кейін 3, 2. 2, 5, 3, 2. 2 төмен, 2 жоғары. 2, 5, 3, 2. И сосын ашамыз. И басын ақтан жоқ қаламыз бесте. То есть төмен, жоғары. Так, енді барлығын қосып басықпай бір ойнап шығайын. Осылайша бүгін еркезіліктің бірінші бөлімін үйрендік. Егер ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі уақытта көріскенше сау болыңдар.